соңғысы қалды, иә бізде? Резистор. Келе ғой. Асия, келе ғой. Әр оқушы қайсы келіп мына жерде жұмыс жасады, өздеріңізге бір балдар қойып қойыңыздар. Әрқайсысын кімдетті бір балден жазып қойыңыздар. Отырады, жақсы, рахмет. Сонымен балалар, болдық па бәрі? Көрдіңіздер ғой. Бұл біздің сабақ барысында қолданатын құралдардың анықтау болды. Жақсы, бәрімізде жұмыс жасадық. Енді балалар ары қарай жылжимыз. Мынау схемаға қараңыздар балалар. Бұл жерде бірінші, екінші номерлі құрал тұр. Бұл құралдардың аты қандай? Амперметр бірінші, екінші, дұрыс айтасың, вольтметр. Не олай қарайсыздар? Не себепті сіздер біріншінің амперметр? Себебі ол тізбекке жоғары. Молодец, дұрыс айтасың. Екінші тізбекке қалса параллель жақсы. Молодцы бала. Дұрыс жауап бердіңіздер. Бұл біздің бүгінгі сіздердің назарыңызда сандарды құрастыратын тізбегіміз. Енді балалар қысқаша ғана сіздерге айтып өтейін. Ең бүгінгі сабағымыздың маңыздысы мынау тұрған формула. Айти болады бұл бөлінгендер. Бұл қайдан шығады? Қазір өздеріңізде көресіздер, осы тізбекті құрастыру арқылы амперметрді, вольтметрді көрсетуін белгілеп аласыздар да, формула арқылы өткізгіштің керегісін анықтайсыздар. Тоқшы дегеніміз қандай шама? Әуел есімізге түсіріп жүрейік. Тоқшы. Ай телеоты. Q бөлінген. Яғни бірлік өткізгіштен қанша заряд өтетінсіз, сол зарядтың уақытқа қатынаса тең шама. Дұрыс айтады. Тоқшы бойынша бірлігі? Ампер. Дұрыс айтасыңдар. Прибор жаңа өздерің айттыңыздар. Амперметр. Қалай жалғанат деді? Тізбекте. Жаңа атын Нұрай дұрыс жауап берді. Дұрыс анықтады. Міне, көріп тұрсыздар, амперметр тізбекте жалғанады, вольтметріміз біздің параллель жалғанады. Осы өрнектен біз тізбекте кернеу тоқшы неше есе артса, кернеу үшін есе артады, кедергіміз керісінше кемейді. Кедергі дегенді тізбекте негізінде мынау тұрған құрылғы, бұны біз реостат деп атаймыз. Тоқты реттеп тұратын, не болмаса тоқты азайтып кемейтіп тұратын құрал. Сондықтан оны кедергі деп атауының себебі де сол. Кедергі R әрпінен белгілейді, өлшем бірлігі Ом. Мынау движок деп айта берейінші, қазақшасын есіме түсіп тұр. Осы движок арқылы қосылған резистор арқылы тізбекте тоқты азайтып көбейтіп тұратын құрал. Бұны біз кедергі деп атаймыз. Тоқтың көбейіп кетпеуіне, мысалы, тоқ көбейіп кетіп, жаңа айттым, тоқ қанша есе артса, кернеу сонша есе артатын болса, біздің мысалы алдарында тұрған шамдарымыз мысалы кернеуді көтермеуі мүмкін, жанып кетуі мүмкін. Сондықтан осы құрал арқылы мысалы тізбекте тоқты реттеп тұратын бірден бір құрал. Мына жерде егер кедергі тұрақты болатын болса, тоқшымыз кернеуге тура пропорционалда, екінші жағдайда кернеуіміз тұрақты болған кезде тоқшымыз кедергіге кері пропорционал болады да, и Ом заңы, Георг Омның құрметіне негізінде неге именно Ом деп айтады? Өйткені Георг Омның осы тізбек бөлігіне жалпы тоққа байланысты еңбегіне соғысының құрметіне Ом заңы деп аталған. Бұл негізінде балалар жалпы өмірде, тіршілікте тоқты, тоқсыз, электр тоқсыз тіршілік жоқ. Қазіргі уақытта жай бір 5-10 минутте тоқ сөнсе де, уже өміріміз қиындап кеткен сияқты болады. Сондықтан өндірістегі тоқ көзінің кернеуі мысалы білеміз, жалпы тұрмыста қолданатын, ал біз зертханалықта мысалы 24 вольттық, тіпті одан да аз кернеулерді пайдаланамыз. Сондықтан Георг Омның осы тоқ көзіне, жалпы электр тоғына, тұрақты тоққа байланысты сіңірген еңбегіне байланысты сол кісінің құрметіне айтқан. Георг Ом деп кедергінің өлшем бірлігін бергенде Ом заңы деп аталған. Мынау өздеріңіз көріп отырсаңыздар, мына жерден көресіздер. Мына графикті қазір сіздер қызасыздар. Тоқшының кедергіге тәуелділігі, тоқшы максимал болған кезде кедергі максимал, кедергіміз керісінше азайып отырады. Сонда тізбектің бір бөлігіндегі тоқшы бөліктің ұштарында кернеуге тура пропорционалда, оның кедергісіне кері пропорционал. Енді балалар практикалық жұмыс. Жаңа мына формуланы жазып алу керек еді.
Takip жазыңыздар ғой, иә? Бұл күні 25-і. Болды. 25-і. 25-і жеңуші. Шатсын, алған ұтылған. Сосын зерек бөлімді оңыздан деп, жаңа мына форманы тез-тез жазып ала қойыңыздар. Дәптерлердің бәрінде де бар ғой? Зерек бөліміне арналған оңыздан. Зерек бөліміне арналған оңыздан жазып ала қойыңыздар. Енді қарауыз егерге сызайлар қанша жоқын тұрайсы. Жазып алыңыздар, жазыңыздар ма? Ленасы жазып алсыңдар? Формула жазып алыңыздар, е? Міне молодец, жақсы. Айдос көрмеп түсін, е? Жазамыз. Формула екені сұраққа кел. Е, ай тең болады у бөлінген е, у тең болады ай көбейтілген r тең болады у бөлінген ай. Формуланың түрленуі. Ең бастысы бізден мынау формуланы білсеңіздер, сосын түрлендіре білеміз. Ең бастысы кернеудің кедергіге қатынасы. Не болмаса, тоқшы кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал. Жаздық қой, бәрімізде де бар ғой? Енді ары жұмыс. Практикалық жұмыс дейміз. Алдымызда сым тұр. Алдымызда құрал тұр. Топқа жаңа мынау бірінші топ қиранасыз мына жердесіз. Жатты бір жақта дәптеріміз ашып түсінікпен көрсетішін аламыз. Сіз мұғаліммен қаншағына ат қабыласыздар ма? Қайдасыздар? Айдос. Сіздер мында кетіп жатсыздар ма? Айдос, сен ана топқа бар, атыңып айланы мына топта бірлесіп отырып жинаймыз. Әуелі топ өзін розеткаға қосамыз да, әзірше кнопкасын баспаймыз. Батамын сөндіре тұрамыз. Минусты минусқа, плюсты плюсқа неден бастаймыз? Батареяның болмаса топ қойды минусы. Сол арқылы құрастырамыз. Вольтметрді әзірше соңында кетеміз. Ауреланды жандырма жандырма Надо амперметр, потом амперметр деньги делают шар. Arasında var. Altısında var. Sizlerin topu üzeri kosulttu mu? Antenayı geçelim. Енді келесі қосу амперметрдің мынасы қайда бар? Аха, шамға. Шамның былай қойсаңдар. Мынасының осыны жерге әкеле ғой. Содан кейін шамның бір бөлігі қайда жатыр? Вольтметр соңында кілтіміз бар. Резистор қайда? Резистор бұнда жоқ. Онда резисторды пайдаланамыз. Тек қана кілтті ашамыз. Кілт ашық тұру керек. Сосын мынаны әкеліп мына жерге жалғаймыз, иә? Мынаны мына жерге әкеліп жалғаймыз. Сосын қараймыз. Сосын көрсеткішін. Мына балалар қарап отырыңыздар. Амперметрдің көрсеткішін сразу дәптерге жазып аласыздар. Ай тең болады. Содан кейін барып кедергіні есептейміз. Лампа уже күйіп кетті ме? Әзірше кернеуді көтермейін деп қамырғанбау үшін. Балалар байқаңдар. Ағай ондай ол қолдарының тоқ соқтан бесінді байқайсыңдар. Кернеу сымдан етеді. Міне, лампа қайда. Қоя салдым да. Бақылап. Сымдар.
Әлсіз. Кім алды? Абай жангелді. Ана бұлардың жанында көрсеткіш қандай амперметрдің? Абай бізді жанында өйткені бізге қазірге енді әкеп осы қайда тұр? Вольтметріміз амперметрмен параллель тұр ма? Шаммен параллель. Нешені көрсетіп тұр? 5,5, 0,2 деп алынды. Дайте ең басына. Лампалардың жанына көрсеткіш алсаңыздар, орындарыңызға отыра қойыңыздар. Енді біз не дейді? Мына тапсырма бойынша құралдарды құрастырдыңыздар, қазір осы сұрақтарға жауап бересіздер. Тәжірибеден нені байқадыңыздар, мына сұрақтарға жауап беріп, ерді есептейміз. Осыны қазір балалар, жаңа көрсеткіш жазып алыңыздар, формаларын есептеп айта қойыңыздар. Мына схема тұра берсін. Нені сөндіріп қойсаңыздар болды. Болды ғой, я? Не істеп жатсың? Ұзақ. Не болды деп ана? Өйткені бізде қаншама тапсырма бар. Жамбайсынан текей алыспай. Оны қоспаймыз, ресейсінің қысқа түсірем. Тек қана лампы, кіл, амперметр қазір. Қане, вольтты сосын параллель жаңайсаны көріп тұрсыңдар ғой. Вольтметр, амперметрмен параллель. Сіздер сосын мына топ. Қалғандарын есептен. Кедергі қаншаға дейін есептедіңіздер ме? Жаңа 5,5 тоқшы 18. 5,5-ті бөлесте 1,8-ге. Қанша кедергі шығды? Қанша кедергі? Сіздерді көрсеткішіңіз бойынша кедергілеріңіз 4,5 сіздерді қанша тоғышы? Оған қоспайсың. Жаңа қосасың ғой? Жайда қоса бешін. Енді бағын жағын өз. Екінші жағына келеді. Енді кіртпен ана. Құрастырып болғандар. Құрастырған жүйе бойынша не ойлайсыңдар? Сені түшкі алмай, балар тыңдайсың. Мына жүйе бойынша не ойлайсыңдар? Не болып тұрсыздар? Ана, қайшын қарамайсыңдар, екінші мамықтың жанына беріңдер. Қалай құрастырыңдар? Ана неге бұрап ұстағасыңдар? Адымыз солай болады. Кердерді неге қосып қойдыңдар? Мына да кердерді. Мынау кердерді үлкен сандарды сосын. Амперметр әдіспетейін, сосын вольтметр бар. Өлшеуіш құралдардың тәжірибеден не байқадыңдар? Өлшеуіш құралдардың көрсеткіші қалай өзгереді? Қалай өзгереді? Апайтатында келіңіздер, кім болды? Сіздер болды ма, жанды ма? Жанса, қанша көрсеткіш? Жоқ, абай, жаңағы былай істеген. Оны Қалай өзгерді? Кернеу өскен сайын Болды, жанды ма? кернеу. Қайсысында көп болды? Кернеу ма, тоқшы ма? Есептегенде. Жас қойшы үшін жаңа өзім жазып алғам. Кернеуге тоқшы ма? Сіздер болдыңыздар, отырыңыздар, болды. Уақыт жетті. Қанша уақыт
көрдіңдер ғой қалай жалау керек екен кешкене отырдыңдар тез жаңағы уақытты айтып жатырмын мен сіздерге уақытты айтып ұзақ уақыт отырмас екенсіз Дарым апайды тыңдаңыздар. Мына жерде мына балаларда жаңа тәжірибе шықпай қалды. Бұл қандай шама өлшемдігі қандай? Біз нені өлшедік жаңа? Нені есептеп алдық? Кедергінің 10 өлшемдігі 10. Жақсы. Әр өздеріңіз осы есеппен шығасыздар иә? Мына топ, екі топ. Мына жердегі балаларды екі лампочка жанып кетті, что-то сымдарын шығармады ма? Ана соңғы партаға мынаны жазып алыңыздар енді міне. 1,2 ампер. Уақыт жеткілікті болды, мынамыз болды. Мына жерге 10 деп жазамыз, 10. Өлшемдігі 10. Өлшемдігі 10. Мынаны дәптеріне жазып қойыңыздар. Бұл практикалық жұмыс бүгінгі біздің сабағымызға қатысты. Тоқышны кедергінің, тізбектік кедергінің қанша шыққандығын көруімізге болады. Енді біз есептер шығарамыз. Әр топқа бір тез 3 деңгейде берген А бар деңгейінде. Сіздерге жеке жұмыс істейді. Отпен жерде отырып. Міне сіздерді көрдім. Бір көтіп кетсе жауаптары шығарамыз. Міне сіздерді. Саған да. Есеп шығарады. Топпен жылдам шығара қояды. Бір ішінде А деңгейі оңай есептер ғой. Дайын формуламен шығарамыз оны. 10-дан бойынша. Екінші бізде орташа деңгей. Кемлі бөлінген, тоқышы берілген, кедергісін табамыз. Берілген бір есебін жарып шығады. Схемасын жерге келтіру керек, жаңағы схема сияқты. Сосын мына жерге көрсеткішті дәптерге өңдесінен Санжан, жазамыз.
Енді мына жерде көрсеткіштер ай дегенше он дегенше. Сосын ерді табасыздар. Он заңынан. Келесі сеп. Енді мана формуланы жазып отырмын. Тақтаға көрсетіп тұр, сонда формуланы жазып тұрсың ба? Жаз, тең болады. Тең болады. Тең болады деген берді ғой. Білгендермен қауып атсыңдар ма? Тең болады деген сөз. Ердеуді бөлеміз 9. Тең болады бізге. 100-ді. Қарап отыр, Нұра деген жас жоқ. Сен жансаядан жас. Жансая шығарып отыр, жас. Қай отыр? Кәнті дейсіз. Жарымды ма? Болды, иә? 4,13 Тақтаға шығарып, қанша бір есепті көрсетіп, иә? Жеке жұмыспен неме? Мен адамда болмайды осы. Міне тұрай вообще, задраска. Қатып қалды. Мынау да қатып қалды, иә? Болды. Жаңа біреу жеке жұмыспен. Каусар, біреу нана тақтаға, біреуін дәметайын жерге келем. Екі жақтан екі бала. Содан кейін уже келесі тақтаға көшеміз, иә? Жоқ, екі бала жеткізді, қалыңдар дәптеріне жазып отырсыңдар болды. Шықмады ғой сөзі. Болғанда Кернеу, Болғышы, Кернеу тоқшынымыз, Тоқшы, Батыр, Үшінші топқа деңгейлік есепті болып қалып, тоғызды шығарады. Сіздер ше? Да? Үшінде? Да, это үшін тоғызшы. Біз уақыт қайды. Бірінші уақыт. Соғыз ма? Екінші. Төртінші топ. Деңгейлік тақырып отырсыз ма? Заряд қалдырды. Мына біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Үшінші. Келесілер біз қылмадыңыз. Нөл еміз еді. Онда күн жоқ, ә? Өздеріңде балымен жеке жұмыс. Әсия жазып отырсың ба? Жақсы. Сіздер не істедіңіз? Бұл дұрыс, енді бізде жоқ үшін нешені көрсетіп Жауабын өзіміз жазып аламыз деп отыр. Жауабы деп. Жауабы біреуінде 18 ба? Сізге ең бастысы кедергі көреміз керек. Кедергі, мана оңзаның формасы. Жұптың жұмыстан жарқын болды. Десек, Қайбасы сен олар ма жұптың жұмыстан? келмей қойшы жемеу. Соны бірақ схеманы әкелісіз бастар, форманы есеп шығартып қойып береді. Сіздерге Екеуінде болды. Үшінші күнге берді. екпен тапсырмалар бәрі Қамтылды. Мына кісілерден соң үшінші есеп жоқ, қалғандары жұмысшылар. кімге жоқ?
бірінші топтар, үшіншісі, аяқтан. Үшіншісі бірі. Жұптық жұмыс орындалды. Жеке жұмыстар кім қалып қойды? Жеке жұмыстан кімдікін тексерді. Жеке жұмыс орындады. Айдос, бітті ме орында? Айдос болған шығар, мына көрсетіп кеткен. Тапсырмалар орындалды, иә? Мынау бірақ сенің отырған жайға жазу керек. Түсініп жатсың сабақты, бірақ жазу керек. Oldular ya, oldu. Ben toplar, bunlar tapsırmalardı. Oldu. Tapsırmalar tanıtıldı. İki жұмыс, жұптық жұмыс орындалды. Жұптық жұмысты кім түсіндіріп жібереді? Жұпты, мына жерге қалан, жерге қалан. Мына жұптық жұмысты, мына жұмыстың балалар орындарында. Жаңа жұптық жұмыс, жеке жұмыс енді есеп қой. Бізде жұптық жұмыста мынандай тапсырма берілді. Кім бұны түсіндіріп жібереді? Қалай орындады? Данияр мен Ерназ мына жерге мына екі бала. Данияр түсіндіріп жібересің бе? Қалай? Мне онда ток көзіне амперметр тауып тұр. Сосын амперметрдан резистор. Жақсы. Сосын вольтметр резистор параллель жалғайды. Молодец. Сол схеманы құрастырып, ток көзі нешені көрсетіп тұр схемада? Ток көзі бізде 1,2. Ампер. Ампер. Кернеуіміз? Кернеу бізде 5,2. 5,2 вольт. Ал он, Сонда он нешеге тең болды? абай 4 жуылта болғаны 4 болды. Кедергі бүгін сіздерге жаңа физикалық шама болғаннан кейін ойланбады. Кедергіні R әрпімен белгілейміз, өлшем бірлігі 15-теріне сақтаңыздар. Ток күштің өлшем бірлігі? Ампер. Кернеудікі? Кедергінікі? Ең бастысы осыны ажырата білуіміз керек. Үш шама, үштік дейді, бұлар бір-бірімен байланысқан шамалар. Ток көзі қанша есе өссе, кернеу сонша есе өседі, а кедергіміз керісінше кемейді. Және формула бойынша ток күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал деген Ом заңының тұжырымдамасы. Ары қарай балалар, сонымен жұптық жұмысты талдадық. Жеке жұмыс қиын болды ма? Орындадық. Жақсы. Формуланы пайдалана білеміз ғой? Енді бекіту сұрақтар. Бірінші сұрақ. Мана Ерғанат сабақта айтты басында. Ток күші дегеніміз не Ерғанат? Нені не қатынаса тең? Бұл зарядтың уақытқа қатынасы. Зарядтың уақытқа қатынасы тең шама. Жақсы, молодец. Жарайсың, келесі. Екінші. Жаңа мен қайта айтайын осыны. Тізбекте. Қалай айтамыз оны? Толық жауап. Кәне, кім айтады? Кернеу артса, ток күші сонша есе артады. Кедергі қандай шама? Бүгінгі біздің танысқан шамамыз. Өлшем бірлігі ол. Не үшін қажет? Мана сабақтың басында айтып өтті. Кедергі, оны біз өлшейміз, қарастырамыз мына құралмен. Оны не деп айтамыз? Резистор не болмаса, реостат деп айттым, иә? Бұл не үшін қажет? Не істеу үшін? Мана айтып өтті ғой. Тоқты реттеп тұру үшін. Тоқты азайтып көбейту үшін. Мұқият тыңдауымыз керек. Тоқты реттеп тұр. Бұны біз жалаған жоқпыз. Қазір мен сіздерге қарапайым Колорадо бағдарламасынан көрсетемін. Келесі тізбек бөлу үшін Ом заңының формуласын, не болмаса жаңа айтылған тұжырымдамасын. Кім айтады? Айтады. Келесі қайталайсың. Толық. Дұрыс, ай тең болады. Кернеудің неге қатынасы? Кедергіге қатынасы. Ток күшінің кернеудің кедергіге қатынасына тең шама. Балалар, шатыспаймыз.
үйде зертханалық жұмыс бар. Өткен жолы сіздер құрастырып көрдіңіздер, мен мынаны дайындап қоя салдым. Алдағы сабақтарда тағы да келсе, өткен жолы бұнымен жұмыс жасадық қой, иә балалар? Біздің балалар. Қай топта біз құрастырдық? А класымен ба? А класымен жұмыс жоқ, қорықпаңыз, ешқай қоймай ешкімде. Жай, міне құрастырып қойдым. Міне осындай тізбекте, міне біздің лампымыз жанып тұр. Тоғымыз міне тұр. Жаңа айтқан кедергіміз міне тұр. Реста. Мен әкеп, мен вольтметрді әкеп, бұған параллель жалғап қойдым. Сонда бұл тоқты реттеп тұр. Бұны мына жерден алып, мысалы, лампа неге тоқ көзін амперметрге әкепті, болмаса мына тоққа апарыпты. Тоқ көзіне апарып параллель жалғауымызға болады. Өзгерді ме? Жаңағы мына жердегі резисторда 4.05-ті көрсетіп тұрса, тоқтың өзіне қарсақ 9 вольтты көрсетіп тұр. Өзгеріс бар ма? Бар. Өзгеріп отырды. Тоқымыз біздің тізбек бойынша қаншаға тең болып тұр? 4.5-ке. Бұл балалар виртуалды зертханалық жұмыс істейді. Егер де мынандай құрал болмаған жағдайда, мысалы, интернеттен осылай құрастырып көруімізге болады. Мына жақта мысалы құралдары, батареясы, сымдары, резисторлары, кілті бар. Мен жерде кілтті алған жоқ, міне тұрған резистор, мына отырған міне. Мына отырған тоқ көзі, мына отырған амперметрді әкеліп жалғаны, мына біздің лампымыз жанып тұр. Лампымыз егер дұрыс жоғаламаса, лампының кәдімгі жанып береді, кәдімгі жанып жатқанын көрсетеді. Сонда резисторымыз тізбектей жалғанады, диастарымыз, резисторымыз тізбекке амперметр сияқты одан тізбектей жалғанады да. Вольтметріміз мысалы келіп қалай жалғанады вольтметр? Тізбекке параллель жалғанады. Осыны есімізге сақтаймыз. Сосын минус-минуспен жалғанады, плюс-плюспен жалғанып кетеді. Батареядан бастаймыз. Батареядан бастап, рет-ретімен тізбекке жалғап, тізбегіміз кәдімгідей тұйықталу керек. Тұйықталған кезде ғана тоқ жүреді. Тұйықталу үшін нені ең соңғы біз қосамыз? Немен тұйықтаймыз? Қандай құрылғымен тоқты қосамыз соңында жалғанды? Кілтпен тұйықтаймыз, дұрыс айтасың. Кілтпен тұйықтаған кезде тоғымыз жүреді. Енді бүгінгі сабақ бойынша басқарма қатысы бойынша әркім өз ойды айтып кетсін, сосын барып көңіл күйлері қалай? Сабақ ұнады ма? Именно сабақтың қай тұстары ұнады, ұнаған жерлері? Маған практика ұнады. Практика, да? Приборларды жалғауды ұнады. Түсіндіңдер ме? Түсінікті ме? Егер түсінбесе шындықтарды дайындар. Бас барма. Бәрін түсіндім. Жағдай түсіндім. Ал, көрсетті жеріңізде. Түсінбедім. Жағдай түсіндің, е? Не себепті? Тез құлақталмаймыз. Есептеу времени. Тағы, сіздерде не? Жартылайды. Құралдарын дұрыс жинақтай алмай қалдыңдар, е? Мына топта. Тағы да. Айдос, ұнады ма сізге? Құрастырып көрдің өзің? Сендер енді қонақ балаларға көрсетілген балалар бұл кісілерде бұндай прибор жоқ екен. Бұлар мысалы виртуалды зертханалық жұмыс жасауларына болады. Енді болашақта құрастыру. Бұны үйде де мысалы құрастырып, фонариктерді разбирать етесіне батареямен құрастырылады деген сияқты, иә балалар? Жақсы. Енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 24 күнді 17-ші жаттығу. Бірінші негізде есеп, үй жұмысының есептері. Екінші, үшіншіні аласыздар. Енді балалар, жаңағы құрастырмаған, ерғана схемаларында құрастыру лампының жанында мына жерге кім келеді? Мына мен жұмыс істеуге. Сендер ананы құрастырды. Жаңа жоқ лампа. Сіздер де жаңа құрастыру жасайсыңыз. Давай құрастыру, бізде шықты. Орысты кестесін сызбасын. Мына қоңырауды қосып көріңдер. Сізге бірінші қоңырау. Кім сұрады?
Зачем? Будем ударить правую шкалу. Апайлар көп рахмет сіздерге. Мінекей оқушылар қаншалықты осы сабақ қызықты емес, танымды болғанын, тәжірибелі болғанын өздерінің әрекеттері арқылы көрсете білді. Өйткені көздері жанып,
ол сабаққа белсене қатысып, сіздер осы сабақтың алдында берген білімдеріңізді тәжірибеде, іс жүзінде көрсете білді. Сондықтан сәттілік жандарымыз, аман болыңыздар. Апайларыңызға осылай шәкірттеріңіз сіздердің берген білімдеріңізді көрсетіп, нәтижелі болсын дейміз. Амандықпен сауатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Жарайсыздар. Өте тамаша сабақ болды. Сіздерге рахмет.